Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын, амансыздар ма? Достар, көктем келді. Осы сәтті пайдалана отырып, мен сіздерге бір үндеу, өтініш жасағым келіп отыр. Ертең енді басталады. Көкке шығып демалу, табиғат аясында шашлык пісіріп, сыра ашып дегенде көңіл көтерулер, я. Демалмаңыздар демеймін, демалыңыздар. Бірақ өтініш, арттарыңызды жинап кетіңіздер. Құдай үшін жалынып сұрайым. Біз мал қорада тұратын мал емеспіз ғой. Артымызды жинайықшы. Бұл сендерге әкелеріңнің құны кеткен, әкелеріңнің өші кеткен жер емес, ата-бабаңның аманат етіп қалдырып кеткен жері ғой. Мына жерде, елде, халықта біздікі ғой. Сыйлайықшы кішкене басқаларды да. Өтініш, ертең күні сен артыңды шашып кетесің, сосын камера ұстаған бір терпила келеді да ана жерде. Түсіреттен мынаны қараңдар, шашып кеткен, өкімет қайда қарап отыр дейді. Өкімет өзінікін жасап отыр ғой, сен өзіңнен бастасайшы, сен шашпасайшы ананы. Мысалға алатын болсақ, бір жылдың ішінде 1,8 миллион гектар жерді жинағанда, ол қанша ақша, қаншама қаражат, еще анау пляждарды, яғни жағажайларға жинауға қаншама ақша кетіп жатыр. Қарап тұрсаң да сол ақшаны басқа жаққа да былай ысыруға болатын еді да, бірақ өзіміз шашамыз, сосын өзіміз жылаймыз. Ең соңында кім жаман? Оймай, өкімет қайда қарап отыр? Өкімет істеп отыр ғой, неге біз өзімізден бастамаймыз? Ойланайықшы ағайын.